Қалалық әуе желілері бойынша ағаштарды кесу мерзімі қазан айы мен наурыз айының орталығында жалғасады. Бұл жұмыстар Ақтөбе халқын электр жабдығымен тежеусіз қамтамасыз ету үшін жүргізіледі. Ағаш кесу жұмыстары Ақтөбе қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемесіне рұқсат алынып, айлық жоспарға кіргізіліп, сол жоспармен жүзеге асырылады. Қауіпсіздік аймағы дегеніміз электр желілерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бөлінген әуе кеңістігі. Ауа райы күрт өзгеріп, жел, жаңбыр және де қысқы уақытта ағаштар құлап, халықты жарықсыз қалдырады. Бұл себепті ағаштарды кесу жұмыстары тұтынушылар үшін және өзіміз үшін аса маңызды. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әуе желілері жүргізілмеген жерде ағаш кесу жұмыстарын жүргізбейді.